Икигай немесе жапонша өмір мәні туралы тәмсіл. Ертеде болған оқиға екен. Ерте заманда бір Жапон елінің кішігірім бір қаласында бір әйел жан тәсілім еткелі жатыр екен. Жаны ұшып денесінен бөлініп шыққан кезде оның көз алдына бір ата-бабаларының әруағы келіпті. «Сен кімсің?» депті зор дауыс. Байғұс әйел қорқып кетіп, «Мен қала әкімінің әйелімін» депті даусы дірілдеп. «Сенен күйеуің кім?» деп сұрадым ба? «Кімсің сен? Кім едің?» деп одан әрі сұрақтың астына алыпты. «4 баланың анасымын, мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін» депті әйел даусы әрең шығып. «Сенен неше балаң бар?» деп сұраған жоқпын. «Қайда жұмыс істейтініңді де мен сұрамадым. Сен күн сайын не үшін ұйқыңнан тұрушы едің?» деп сұрақтармен әбден қинап, ақыр соңында әйел титықтап, «Мен күн сайын балаларым деп тұрып, солаларды ішкізіп жегізу, киіндіру үшін және мектептегі елдің баласын оқытып тәрбиелеу үшін оянатын жанмын» дегенде барып оны босатқан екен. Содан кейін әйелдің жаны кеудесіне қайта оралған екен дейді. Содан сол әйел өз өмірінің мәнін тауып бақытты болған екен. Содан кейін Жапон елінде икигай ілімі Жапон философиясының бір тармағына айналған екен. Икигай Жапон дүниетанымының бір саласы ретінде тура аудармасы адам өмірінің мән мағынасын тауып бақытты болу деген ұғымды береді. Осы ретте өз өмірінің мәнін табудың маңызы өте зор екенін, «Мен кіммін?» деген сұрақты өзіңе қою арқылы өз өміріңнің мәнін табуға, сөйтіп бақытқа кенелуге болатынын атап өткеніміз де жөн. Ал қымбатты көрерменім, сізше өз икигайыңызды таптыңыз ба? Өзіңізге «Мен кіммін?» деген сұрақты қойып көрдіңіз бе? Жалпы сізді күн сайын ұйқыдан тұрғызатын қандай күш? Аталған сұрақтарға жауап беру үшін осы видеоның астында өз пікірлеріңізді жаза кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасынан Шолпан Кенжеева. Біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.